Қарындас жұмақтан түстіңіз бе? Хор қызы қандай болады десем, ол біздің университетте оқиды екен ғой. Университет жанындағы ұзынша орындықта емтиханға дайындалып отырған Құралай таныс дауыстан селк ете қалды. Соның дауысы ғой мынау. Осыдан 1 жыл бұрын ойда жоқта кез болып, өзіне махаббат деген сұлу сезімнің бар екенін білдірген. Сөйтіп, іле ізім қайым жоқ болып кеткен жігіттің мұның құлағынан кетпей қойған қоңыр үні. Құралай сенер сенбесін білмей, қанат деп күбірлеп, дауыс шыққан жаққа жалт қарады. Қанат қасында тағы бір жігіт бар. Осылай қарай келе жатқан көк көйлекті әдеміше қыздың соңынан ере түсіп, күле сөйлеп тұр екен. Құралайдың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Қанат 1 жыл бойы күндіз ойынан, түнде түсінен кетпеген Қанатты қол созым жерде тұр. Олар оқуға түскен Құралай мен соңғы курстың студенті Қанат 1-ші курстықтарды студент қатарына қабылдауға арналған дәстүрлі кеште танысқан. Алдына келіп биге шақырған жігіт: "Қарындас, жұмақтан келдіңіз бе? Хор қызы қандай болады?" десем, ол біздің университетке оқуға түскен екен ғой дегенді. Басын сәл ие сыпайы күлімсіреп тұрған жігітке көз салғанда денесін тоқ ұрғандай дір ете қалды. Үнді киносының кейіпкеріндей ақ көйлек, ақ шалбар киген жігіттің өзінің құпия бала қиялындағы өмірлік серігім болады деген адамның ойдан құрастырылған бейнесіне соншалық ұқсастығы таңғалдырған. Жігіттің жүзінен көзін айыра алмай қалған қыз оның ұсынған қолына жүрегі лүпілдей қол созғанын өзі де байқамай қалды. Бірнеше биді қатар билеп шаршаған соң Қанат пен Құралай біраз таныстыру үшін университет қасындағы саябаққа шықты. Алматының тып-тынық түні 2 жастың арасында кенеттен бір жарған сезімге куә болып, қаракөк торғын шымылдығымен оларды жұрт көзінен көлегейлеп тұрды. Жаңа ғана көпшіліктің арасында жайраңдап күліп жарқ-жұрқ етіп билеп жүрген Құралай оңаша шыққан кезде әлденеден үріккендей жан-жағына қарағыштап үнсіз тұрып қалды. Тіпті Қанаттың бетіне тура қарауға да қысылғандай көзін төмен сала берді. "Қандай сұлусың өзің?" Қанат төмен қарап үндемей тұрған Құралайдың иегінен көтеріп ақырын ғана ернінен өпті. Қыз қарсылық көрсеткен жоқ. Онысын кет әрі еместігіне жорып, иығынан орай құшақтап, өзіне қарай тартқан жігіт енді батылдау сүйді. Ал Құралай бұрса, бұрын бастан кешпеген беймәлім сезімнің жетегімен сыртқа еріп шыққанына әрі ұялып, әрі өзіне де бір көрінгеннен ұнап қалған жігітті кеудесінен итерсе, ренжітіп алам ба деп қорқып іштей өз-өзімен арпалысып тұрған. Қанат бұдан бейхабар. Құшағындағы жас арудың неден екендігі белгісіз дір-дір етіп тұрғанын ерекше әсер етті. Ол Құралайдың бұрын мұндайды бастан кешпегенін бүкіл болмысымен сезінді. Содан соң ду етіп бойын береген қуаныш пен құмарлық араласқан сезімге ие бола алмай, қызды қапсыра құшақтап тағы еріне жабысты. Құралай тұншығып дем ала алмай, жанталаса бұлқынып жігіттің құшағынан әзер босанды. Сүйісуде білмейді екен ғой. Жігіттің жүрегін шаттық кернеді. Жас қызды үркітіп алмайын деп ішке кірейік деді. Құралай үнсіз басын изеді. Би әбден қызған екен. Бағанағыдай емес, жастар да еліріп алған сияқты. Әр тұстан қиқулаған, шыңғырған дауыстар естіледі. Сондай бір қиқулаған топ есіктен кіре берген, бұларға қарай лап қойып, 2 қыз Қанатқа екі жағынан асыла кетті. Қолға түстің бе? Қанатик, сен қайда кетіп қалдың? Сен бізді кімге айырбастап кеттің? Бір-біріне сөз бермей қадала тергеуге алғандарына қарағанда Қанатпен бұрыннан таныс болулары керек. Жаңа ғана бұған сап салмақты сөйлеп, бұған елжірей үн қатқан Қанат аяқ асты құбылып олармен бірге даурығып, сендерді ешкімге де айырбастамаймын деп, 2 қызды кезек-кезек сүйген қалпы иірімге түскен чаңқадай қабақтап, улы-шулы топ ортасында кете барды. Ұзай бере есіне бірдеңе түскендей, артына қайырылып состиып тұрып қалған Құралайға қол бұлғады. Қош дегені, бері кел дегені белгісіз. Құралайға кештің тамашасы таусылып қалғандай көрінді. Қызық, жаңа ғана жан-жағындағы адамдардың бәрі сұлу, бейгесі сондай көңілді сияқты еді. Енді бәрінің де бояуы солғын тартып, бар қызық Қанатпен бірге кетіп қалғандай болды. Сосын құрбыларына басым ауырып тұр дегенді сылтауратып, асығыс жиналып үйіне кетіп қалды. Келесі күні университетке ертерек келді. Көңілінің түкпірінде Қанатты кездестіріп қаламын ба деген үміт бар. Сабақ басталғанша сыртта жүрді. Қанат көрінбеді. Қоңырау соғылғанда амалсыз аудиторияға беттеді. Үзіліс кезінде әрнені сылтауратып сыртқа шығып біраз жүрді де деканат жаққа 1-2 рет барып келді. Қанат ұшты күйлі жоқ. Кеше биден кейін кеш қайтқан шығар. Сосын ұйықтап қалуы мүмкін ғой. Әлде бірінші пар сабақ жоқ бекен деп, бір себептен кейін бір себепті ойлап тауып,
оқу корпусының маңында біраз айналшықтап жүрді. Келесі күні де сол ойдың жетелеуімен есіктің алдын біраз торауылдады, бірақ Қанатты кездестіре алмады. Өзінің есіл дертін баурап алған жігіт жайлы, оның атынан басқа ештеңе білмейтінін ойлап, мекен жайын, телефонын сұрап алмағанына қатты өкінді. Ол ма тіпті толық аты жөнін, қай факультетте оқитынын да білмейді екен. Енді қалай іздеп табады? Бар білетіні, оның да осында оқитыны. Мұны да ол алғаш биге шақырған кезде біздің университетке түсіпті дегеніне қарап оққан. Ендеше іздей беру керек. Осындай ойға бекінген Құралай сабақ басталардың алдында басқа оқу корпустарына барып та жүрді. Жатақханалардың біршамасын шарлап шықты, бірақ бәрі де нәтижесіз, бос жүріс болды. Осылайша сарсылып іздеумен күндер, айлар өтіп жатты. Алматының сарала жапырақты күзі ағылпа қарлы қысқа ұласты. Ол Қанатты ұмыта алмады. Ұмыту қайда? Уақыт өткен сайын ынтығып, сағынуы өрши түсті. Бұлай да болады екен-ау. Бар болғаны бірер сағат бірге болды. Би биледі. Қоңыр күздің айлы түнінде алғаш рет жігітпен сүйісті. Есіне алса, қазір де денесі шымырлап кетеді. Сол кештегі сезімді енді ешқашан бастан кешпейтіндей. Тек Қанат қана сондай күй сыйлары анық. Тек сонымен ғана бақытты болатынына сенеді. Бірақ оны қайдан таппақ? Мекен тұрағы белгісіз, қалай іздемек? Жыл бойы университетті шыр айналып табаннан тозды. Бірақ бәрі бос әуре. Енді таба алмайтын шығармын деп кездесуден күдерін үзуге шақ қалған кезде о құдірет, бүгін алдынан шығуын қарасайшы. Қанат. Құралайдың даусы өзі ойлағаннан да оқыс шықты. Оқып отырған кітабын тастай салып, таңырқай қарап тұрған жігітке қарай құстай ұшқан қыз, ол есін жиям дегенше мойнына асыла кетті. Қанат, сен қайда жоғалып кеттің? Қашан? Би кешінен кейін мен сені қаншама іздедім. Телефоныңды тұратын жеріңді сұрап алмаппын ғой. Қайдан іздерімді білмедім. Енді ешқашан жоғалтпаймын. Құралай бар сөзін қазір айтып қалмаса, Қанат тағы жоғалып кететіндей. Апыл-ғұпыл сөйлеп жатты. Басын сәл қисайта күлімсіреп қарап тұрған Қанат Құралайды енді ғана түсірген сияқты. Көзінде әлдебір от шыққындап, жас қызды қаусырақ құшақтап ұзақ сүйді. Тағы да дем ала алмай тұншығып қалғанымен Құралай бұл жолы бұлқынбады. Жігіттің кеудесіне басын қойып, мен сені қаншама іздедім деп күбірледі. Кешке кездесейік деді Қанат, қыздың көзіне көзін қадай сөйлеп. Құралай үнсіз басын изеді. Кешкі 7-де осы жерде күтемін. Қыз тағы да үнсіз басын изеді. Сосын жолдасымен күле сөйлесіп кетіп бара жатқан жігіттің соңынан ұмсына беріп, сенің телефоның бар ма деп батылсызда үн қатып еді. Қанат, кешке айтамын, кел деп қолын бұлғады. Құралай енді кешті батыра алсашы, тіпті үйдегі сағаттар тоқтап қалған шығар деп көршілерінен барып уақыт сұрап келді. Әр көйлегін бір киіп шала бүлінді. Жылға жуық жоғалтып алып әзер тапқанда, енді тағы да көз жазып қаламын ба деп дегбірсізденген ол, уақыт өткен сайын неше түрлі күдікті ойға бой алдырып, өз-өзінен шошыды. Бәрінен де ауыры, ол неге мені іздемеді деген ой еді. Онымен қоса қабаттасып, басқа бір қызы болуы мүмкін-ау деген күдік қылаң бергенде жүрек тұсы шаншып кетті. Бірақ мұның бәрі бір ғана сәттік толқулар болатын. Қанатты кездестіру қуанышынан көңілі тасып төгілген. Барлық ақыл ойын тек онымен бірге болу тілегі билеген Құралай қазір ешқандай ақылды құлаққа ілер, ешқандай кедергіге тоқтар күйде емес еді. Жоқ, бүгін қалай да дұрыстап сөйлесуім керек. Менің өзін қаншалықты жақсы көріп қалғанымды білмеген ғой. Әйтпесе ол да мені іздер еді. Мейлі, өткенді қазбалаудан не шығады? Әйтеуір арманым орындалып кезіктік қой. Енді айырылмауым керек. Осы кеш өмірімдегі шешулі кеш болмақ деп ой түйді. Ол үйінен асығып шығып бара жатып. Қанат бұл ойлағандай жоғалып кеткен жоқ болатын.